Сағадат Қожахметұлы Нұрмағамбетов, мемлекет және қоғам қайраткері, Кеңес одағының батыры, халық қаһарманы, Қазақстан Республикасының алғашқы қорғаныс министрі, армия генералы. 1924 жылы 25 мамырда Ақмола облысының Ақкөл ауданында бұрынғы Алексеев ауданы өмірге келген. 1991 жылы Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен мемлекеттік қорғаныс комитетінің төрағасы, ал 1992 жылғы 7 мамырда республика қорғаныс министрі болып тағайындалды. 1994 жылғы 23 мамырда мемлекет басшысының жарлығымен Сағадат Қожахметұлы Нұрмағамбетовке халық қаһарманы атағымен алтын жұлдыз табыс етілді. 1995 жылғы қарашада армия генералы атағымен отставкаға шығып, ел президентінің кеңесшісі болды. Сағадат Қожахметұлы Нұрмағамбетов 1971-1994 жылдары республика жоғарғы кеңесіне бірнеше мәрте депутат болып сайланды. Үкімет қаулысымен Астана қаласындағы Жас ұлан мектебіне армия генералы Сағадат Нұрмағамбетовтың есімі берілді. 2024 жылы Ақмола облысы Ақкөл ауданында халық жүрегіндегі қаһарман Сағадат Нұрмағамбетовке ескерткіш орнатылды. Дүниеден өткенше әскери салаға өмірін арнаған ұлт мақтанышы Нұрмағамбетов Сағадат Қожахметұлы мәңгілікке ел есінде.